Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымызға қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы суды қалай ішеді. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың мазмұнына құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау. Суға қатысты 5 сөзді есімізге түсіріп көрейікші. Тұщы, шырын, мөлдір, бұлақ, түссіз. Балалар, бұл сөздердің барлығы да суға қатысты. Суға қатысты 5 сурет елестетіп көрейікші. Мысалы, өзеннің аққаны, субұрқақтан судың атқылағаны, құбырдан судың ағуы, жаңбырдың жауы, толқынның тасуы. Жарайсыңдар балалар. Ендеше жануарлар суды қалай ішеді? Тыңдап көрелік. Жылқы жан-жағына елеңдеп, үзіп-үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп-жүзіп ішеді. Себебі не? Сондағы тым талғампаз болғаны. Қой бас алмастан сіміріп, демде қанып алады. Томпаң-томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не? Сондағы адал, момын болғаны. Түйе ұзын мойнын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық, мейлің асықпа, тұрып ішеді. Себебі не? Сондағы сабырлы, нық болғаны. Ешкі қойларменен таласып, иықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не? Сондағы ұшып қонба болғаны. Сиыр қара мұның айласын байқап ішеді. Шаңырақ мүйіз дәубасын шайқап ішеді. Себебі не? Сондағы сәл мазаңдау болғаны. Ит шашыратып, шығындап, жалап ішеді. Жан-жағына ырылдап, қарап ішеді. Себебі не? Сондағы тым қызғаншақ болғаны. Мысық көзін жұмып көлгірсіп, жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап ішеді. Себебі не? Сондағы сонша сараң болғаны. Жарайсыңдар балалар. Ендеше, өзің қандай сусын ішесің? Қандай сусын ішкенді пайдалы деп ойлайсың? Менің ойымша, мына сусындар өте пайдалы. Айран, қымыз, компот, су. Яғни бұл сусындар ішкенде өте пайдалы. Денсаулыққа ешқандай зияны жоқ. Біздің өмірімізде пайдалы сусындардан басқа да зиянды сусындар да кездесіп жатады екен. Оларға мынандай газдалған сусындар жатады. Яғни бұлар адам денсаулығына өте зиян. Ал енді сіздерге шығармашылық тапсырма. Судың денсаулыққа пайдасы тақырыбында шағын эссе жазыңдар. Назарларыңа рахмет.